Қайырлы күн достар, мен бүгін сіздерге NLD қалай табыс табуға болатыны туралы айтқым келіп тұр. Қысқаша, көп жалықтырмайтындай. Ең алдымен NL-ға келген кезде біз өнім туралы білуіміз керек, одан кейін маркетинг планды білуіміз керек, сату туралы, адамдармен қатынас құру арқылы, яғни адамдарды тіркеу туралы білуіміз керек. Одан кейін квалификацияға қалай жетуге болады, сол бағытта жұмыс жасауымыз керек. Осы әрекеттерді күнделікті қайталау арқылы біз белгілі бір нәтижеге жетіп жатамыз. Егер дейді адам белгілі бір әрекетпен 10 000 сағат айналысса, сол салада адам уже мастер, яғни шебер болады екен. Сондықтан осылай біз күнделікті біркелкі болғанымен осындай жұмыс жасау арқылы біз өзіміздің жеке бизнесімізді құрып жатқанымызды есте сақтауымыз керек. Қай бағытта бара жатырмыз, қалай біз жүріп бара жатырмыз, қандай табысқа бара жатырмыз, соны есте сақтау арқылы біз жетістікке жетеміз. Мен осы NL-да жүргеніме 1,5 жылдай болды. И мен анализ жасап осы жан-жағымдағы адамдарға қараған кезде менің ойыма келгені осы болды. Яғни бұл адамдар әрекетін күнделікті жасайды, қайталайды, және олар тоқтамайды. Белгілі бір мақсаттары бар. Біреу 100 000-ға жетсем дейді, біреу 500 000, біреу миллионға жетсем дейді. Солай әркім әрекеттену арқылы өздерінің бизнестарын жасап жатады. Осы бизнесті жасау арқылы адамдар өздерінің де қалай өсіп кеткендерін, деңгейлерін, білімдерінің қалай шыңдалып жатқанын өздері де байқамай қалып жатады. Тұлға ретінде олар дамый бастайды. Командалық жаңағындай топпен жұмыс жасау, адамдармен қарым-қатынас құру, және де табыс табу, өздерінің ойларын өзгерте бастайды, адамдарға деген қарым-қатынасын өзгерте бастайды, яғни адам жан-жақты дамый бастайды. Сондықтан бұл бизнесқа сіздер немқұрайлы қарамай, кәдімгі бизнес деп қабылдасаңыздар ғана жетістікке жетесіздер. Яғни сетевой бизнес дегеніміз кәдімгі басқа да офлайн бизнестерден, яғни дүкен ашып киім сату сияқты бизнестен ешқандай айырмашылығы жоқ деуге болады. Керісінше бұл жерде плюстары өте көп. Өйткені сіз онлайн жұмыс істейсіз, еркін жүріп тұра аласыз, қимылдайсыз, тек қана дайын өнім, соларды жарнамалау, ұсыну арқылы сіз табыс табасыз. Ал сіз мысалы дүкенде отырсаңыз, бір жерге байланып отырасыз, ол жерге арендаға ақша төлейсіз. Мен алдыңғы бір видеоларымда осы туралы айтқан болатынмын. Өзіңізден көптеген шығындар кетіп жатады. Ал мына жерде дайын өнім, дайын реклама, барлық рекламный баннерлар дайын, роликтар дайын, ақпарат дайын. Сізге тек қана осыларды қолдану арқылы өнімді сатып, бал жинап, табысқа шығу ғана қалады. Осындай жеңіл бизнес түріне мен сіздерді шақырамын. Видео астындағы сипаттамадан өтіп, сілтемеге өтіп, Инстаграмдағы менің WhatsApp номеріме жазсаңыздар болады. Яғни онлайн бизнес кез келген қалада отырып сіздер жасай бересіздер. Қазақстанның кез келген қаласынан тіркеле аласыздар. Сіздерді өзімнің парақшамда күтемін.